Жүрегіңде тыныштық болмай, көңілің құлазыса, табиғат үніне құлақ сал. Ондағы әсемдік пен тыныштық орынсыз айтылған миллион сөзден артық. Өзіңізді кінәлі сезінуге итермелейтін адамнан сақ болыңыз. Өйткені ол адам сізді басқарып, өз дегеніне жетуді аңсайды. Өміріңізде орын алатын өзгерістерден қорықпаңыз. Өйткені ол сізге нағыз керек кезінде келеді. Сізді тонап кеткені, біреулердің ренжіткені қорқынышты емес. Ең қорқыныштысы осындай келеңсіздіктерді өмір бақи ұмытпай есте сақтауыңызды. Бойыңыздағы жаман қасиеттерден бүгін арылыңыз. Ертең кеш болуы мүмкін. Адамдар болашақты ойлаймыз деп бүгінін ұмытады. Олар ешқашан өлмейтіндей күн кешеді. Ал өлім сәті келгенде ешқандай лайықты өмір сүрмегендерін түсініп жетеді. Егер біреуді жек көрсең, демек ол адам сені жеңіпті. Биік шыңдарды бағындырғысы келген адам алдымен алдындағы кішігірім тастарды тазартсын. Шын мәнінде өмір өте оңай. Біз өзіміз оны қиындата түсеміз. Кек алам десең, екі көр қас. Ақылды әйел күйеуін емес, өзінің сыртқы келбетін түзетуге тырысады. Егер қалағаныңа қол жеткізгің келсе, осы 6 нәрседен аулақ бол. Ұйқы, еріншектік, қорқыныш, ашу, сенімсіздік және қыдырымпаздық. Өзіңіз жақсы көретін іспен айналысыңыз. Сонда сізге өмір бақи жұмыс істеуге тура келмейтін болады. Уәде беруден бұрын оны орындай алатыныңа көзің жете ме? Соны ойлан. Өйткені орындалмаған уәде мойныңда қарыз боп қалады. Егер сені біреу қатты ренжіткісі келсе, демек оның өмірі сенікінен де қиын. Өзгенің қатесімен емес, өз қателіктеріңізбен алысыңыз. Өміріміздің бастауы мен соңы махаббаттан басталады. Махаббатсыз өмір жоқ. Себебі нағыз дана адам ғана махаббат алдында бас иеді. Бұрын адамдар өздерін дамыту үшін оқитын, ал қазір өзгелерді таң қалдыру үшін оқитын болған. Сені өзгелер түсінсе, бұл бақыт. Сені жақсы көретін жанның болуы үлкен бақыт. Ал дүниедегі ең үлкен бақыт өзіңнің біреуді шын жүректен сүюің. Болмашы істерге төзімсіздік таныту ұлы істерді жояды. Біреудің жанашырлықпен айтқан ақылын әрең тыңдаймыз. Бірақ біреуге ақыл айтуға алдымызға жан салмаймыз. Әңгіме айтуға тұрарлық адаммен әңгімелеспеу өзіңе жақын адамды жоғалтқанмен тең. Ал әңгіме айтуға лайықсыз адаммен әңгімелесу алтын уақытыңды жоғалтқанмен тең. Ақылды адам жанашыр жанды да алтын уақытын да босқа жоғалтпайды. Алға қойған мақсатыңызға жету мүмкін еместей көрінсе, мақсатыңызды емес, оған апаратын жолды өзгертіңіз. Мен бұрындары адамдардың сөзін тыңдап, ісіне сенетін едім. Ал қазір олардың сөзін тыңдап, істеген істеріне алыстан баға бере аламын. Адам көп нәрседен науқастануы мүмкін. Біреулер суықтан ауырса, біреулер қайғы мен қиыншылықтардан ауырады. Ақылды адам өз өмірінде мына 3 нәрседен қашады. Жас кезінде құмарлықтан, ер жеткенде жанжалдан, ал қартайған шағында ашкөздіктен. Тек ақымақ қана өзінің қатып қалған ойынан бас тартпайды.
Ешқашан қайтып келмейтін 3 нәрсе: уақыт, мүмкіндік, сөз. Адамдарды мені түсінбегендігіне емес, мен оларды түсіне алмағаным үшін қапаланамын. Айналаның бәрінде сұлулық бар, бірақ мұны бәрі байқай бермейді. Ешқашан құламаған адам мықты емес, құласа да орнынан қайта тұрған адам мықты. Адамның қолы жетпейтін 3 нәрсе: жоғалтусыз қадіріне жету жоқ, адасусыз білім жоқ, қорқынышсыз батырлық жоқ. Мен естігенімді ұмытып кетем, көрген нәрсемді есте сақтайым, істеген нәрсемді түсіне бастайым. Не істеу керек екенін біле тұра істемеу ең үлкен қорқақтық. Өз қатесін біле тұра түзетпеген адам тағы да бір қателікке бой алдырады. Сөзің әділ, ісің сенімді болсын. Қарапайымдылық адам бойындағы ең асыл қасиет. Өзіңе қаламағанды өзгеге де тілеме. Қиындыққа арыздану оны 2 есе көбейткенмен тең, ал оған мән бермеу оны тамырымен құрту деген сөз. Дана өз қателігіне ұялғанымен оны түзетуге ұялмайды. Жоғары шенім жоқ деп қапаланба, жоғары шенге лайықтымын ба деп бас қатыр. Заң бола тұра кедей болу ұят нәрсе, ал заңсыздық бола тұра бай болу одан да ұят. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.